Таңды бір шынаяқ кофесіз елестету қиын, бірақ осы күнделікті ішетін сусынның астарында қаншама тарих, қаншама дәм құпиясы жатқанын бірі білсе, бірі білмейді. Кофенің тарихы Эфиопия қойшыларынан басталады. Алғаш рет олар кофенің адамды сергітетінін байқайды. Кейін Меккеге, Түркияға, Еуропаға таралып, бүгінде әлемнің ең танымал сусындарының біріне айналды. Қазір әлемде күніне 2,5 миллиардқа жуық кофе ішілетіні айтылады. Соңғы жылдары Қазақстанда да кофе мәдениеті ерекше қарқынмен дамуда. Жақсы кофе жақсы атмосферадан басталады. Бүгін біз жергілікті кофеханаға келіп, баристадан нағыз кофенің қалай жасалатынын сұрап көрдік. Американо из-за того, что у нас такой контингент, который больше нравится, и из-за того, что у нас качественные зерна арабика 80%. Новичкам можно посоветовать начать с латте, так как латте это менее крепкий и мягкий такой напиток, там средняя обжарка кофе идет, больше содержания молока. Если им понравится, можно увеличить уже на капучино перейти. В основном новички начинают с латте. Также от кофемашин зависит старое поколение, новое поколение, как прогревают турку. И, конечно же, от бариста тоже зависит, как он владеет. Допустим, американо можно приготовить просто обычным, можно как лонг приготовить американо. Из-за этого вкус меняется. И, конечно же, зерна хранения, как их хранят. Если правильно хранят, правильно используют, то кофе будет насыщенный. Бүгінде кофе түрлері өте көп, бірақ ең танымалдарын 1 минутта түсіндіруге болады. Эспрессо қысқа әрі күшті. Американо жеңіл, су қосылған нұсқа. Капучино көп көбікпен. Латте сүтті, жұмсақ дәм сүйетіндерге. Флэт уайт қанық әрі кремді. Кофенің пайдасы да көп. Ол сергітеді, көңіл күйді көтереді, концентрацияны арттырады. Антиоксиданттарға бай. Дегенмен ескеретін жағдайлар бар. Аш қарынға ішу асқазанға ауырлық түсіруі мүмкін. Гипертониясы бар адамдар күніне 1-2 шыныдан асырмағаны жөн. Ал кофеинге сезімталдарға жеңіл нұсқаларды таңдаған дұрыс. Бір шыны кофе жай ғана сусын емес, жаңа күннің көңіл күйі. Ал сіз таңды қандай кофемен бастайсыз?